Келесі жылдан бастап енгізілетін әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін түсіндіру жұмыстары қызу жүргізіліп жатыр. Мәселен, мамандар сөзінше қазір статистика бойынша азаматтардың тек 10% ғана дәрігердің өзі таңдау құқығына ие. Дегенмен халықтың дені өз денсаулығына немқұрайлы қарайтындықтары тағы бар. Мәселен, көбіне адамдардың 70% еміне шипа іздеп емханаға кешігіп келіп, ауруын асқындырып алып жатады. Ал жаңа жүйе ең алдымен осындай кемшіліктердің алдын алуға бағытталып отыр. Медициналық сақтандыру туралы толығырақ тілшіміз тарқатады. Медициналық көмек барлығы үшін қолжетімді болуы керек. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі осы ұстанымды басты міндет етіп отыр. Ерікті сақтандыруға қарағанда міндетті медициналық сақтандыруда шекті белгіленген сома жоқ. Яғни науқас өзіне қажетті кез келген ем түрін ала алады. Сондай-ақ денсаулық сақтау министрлігі жеке клиникалармен жұмыс кезінде болатын кейбір кедергілерді алып тастады. Нәтижесінде сақтандыру қорының азаматтарына қызмет жасайтын медицина объектілерінің де саны көбейе түседі. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен келісім шартқа тұрған жекеменшік клиникалар, ауруханалар, емханалар. Егер менде арнайы талаптар бар, ол келісім шартқа тұрудың стандартқа сәйкес келіп. Енді заңнамалық актілерге сәйкес. Өз кезегінде медициналық сақтандыру қорына енгізілетін жеке емханалар бұл бағдарламаның өзіндік тиімділігі бар деген пікірде. Қазірдің өзінде облысымыздағы жеке емханалармен байланыс орнатылған. Кейінірек олар мемлекеттік емханалармен бірге арнайы бір тізімде болады. Мамандардың сөзінше бұл жүйе бәсекелестікті арттырып, емханалар науқастарға арналған қызмет жүйесін жақсарта түседі. Мы ожидаем увеличения количества пациентов. Осы бағдарлама қолданысқа енгеннен кейін келушілер саны арта түседі деп жоспарлап отырмыз. Жұмыс та көбейе түседі. Бірақ біз оның барлығына дайынбыз. Қызмет саны мен сапасын да жоғарылатамыз. Ол емхана үшін де тиімді. Статистика бойынша мемлекетте медицина саласына 1 триллион теңге бөлінеді, ал әлеуметтік қамсыздандыруға 1,3 триллион теңгеден астам қаржы жұмсалады. Алдағы уақытта мемлекеттік және жеке клиникалар үшін бөлінетін қаржы көлемі де ұлғая түседі деп жоспарланып отыр. Ақсәуле Абытай, Шыңғысхан Кеңесхан, 77 News.